Қайырлы құрметті оқушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбы физ практикум. Физ практикумның тақырыбы Вернер сандық зертхана. Сандық зертханада бізге келген жаңа аспаптармен жұмыс жасаймыз. Ол аспаптардың бірінші несі моушн, қозғалыс датчиктермен, вольтметр, яғни термометрлермен жұмыс жасаймыз. Біздің жалпы зерттеуіміздің тақырыбы Вернер бағдарламасы арқылы білімді оңтайландыру. Енді Вернер құрылғысының жалпы қалай шыққаны туралы қысқаша тарихына тоқтап кетсек, жалпы Вернер софтвер және технология компаниясы 1981 жылы Дэвид және де Кристин Вернердің негізінде құрылған болатын. Дэвид бұл 8 жыл бойы мектепте жаратылыстану және физика пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарды. Кейін ол өзінің бағдарламасын ұсынуды жөн көреді. Және де Дэвидтің оқуға ғылымға деген құштарлығының арқасында және де Кристиннің іскерлік қабілетінің арқасында осындай Вернер компаниясы құрылады. Қазіргі таңда 120-дан астам мемлекет осы Вернер құрылғысының шешімін қолданады. Неліктен Вернер құрылғысын таңдау керек? Егер сіз химия, физика, жаратылыстану бағытында зерттеулерді қолдау үшін және зертханалық жұмыстарды жандандыру үшін озық технологияларды іздесеңіз, сіз Вернерде барлық шешімдеріңіздің жауабын таба аласыз. Енді қазір біздің жасайтын зерттеуіміздің тақырыбы бұл лақтырылған доптың энергиясын өлшеу. Және де бұның мақсаты лақтырылған доптың кинетикалық және де потенциалдық энергияларының өзгерістерін өлшеу. Бізге керек құрал жабдықтар баскетбол добы және қозғалыс датчигі және де қозғалыс датчигін зақымданудан қорғауға арналған металл себет. Доптың ұшуы энергияның бір формадан екінші формаға айналатын процесс. Допты жоғарыға лақтырған кезде ол потенциалдық энергияға ие болады, ал төменге лақтырған кезде кинетикалық энергияға ие болады. 1 метр алыстықты ұстаймыз және жоғарыға лақтырамыз. Келе осы график арқылы біз қанша уақытта, қандай массада және де қандай жылдамдықта, қандай үрейде болатынын анықтай аламыз. Және де доп ұшқан кезде кинетикалық энергиядан потенциалдық энергияға айналады, нақты нүктесіне жеткен кезде, ал түскен кезде ол жерге соққы берген кезде жылу энергиясына айналады. Біздің зерттеу тақырыбымыз ыстық су мен салқын судың температураларын анықтау. Ол үшін бізге салқын су және ыстық су және температураларды анықтауға арналған Вернер құрылғылары. Бұл график арқылы біз ыстық су мен салқын судың 1 минуттағы температураларын анықтай аламыз. Жалпы бұл график арқылы судың, салқын су мен ыстық судың уақытын және де қанша уақытта қандай температурада болғанын анықтай аламыз. Мысалы, 7,5 секундта салқын су 22,9 болса, ыстық су 40,6-ға тең. Яғни біз осы график арқылы нақты санын анықтай аламыз Вернер құрылғысы арқылы. Сонымен қатар қозғалыс датчигі арқылы оқушының ара қашықтығын анықтауға болады. Бұл график арқылы әр 0,105 секунд сайын оның орналасуын, жылдамдығын, үдеуін және уақытын анықтай аламыз. Сонымен қатар осы Вернер құрылғылары арқылы адамның температурасын анықтауымызға болады. Жалпы бұл Вернер құрылғыларының қарапайым термометрлерден айырмашылығы, оның құрамында сынап жоқ және ол тез сынғыш емес. Және біз осы арқылы нақты сан мәндермен температураларды анықтаймыз. Оқушылар сабағымызды қорытындылай келе, Вернер зертханасы оқытудың сенімді көмекшісі болып келетінін біз түсіндік.